біз жігіттермен әңгіме айтамыз ғой. Азат айтады, бізде аранжировщик бар, суретші бар, бір өңкей таланттар жиналып қалғанда осы жерде әр адамның қазақта сөз бар ғой, бір-бірімен танысу арқылы біз көп дүниені үйренеміз жалпы. Қарагөз апай, сізге бір ерекше рахмет айтамын. Мен жалпы мына келген кезде мен бүйтіп ойлағам, келеміз, тетрадьты ашамыз да ана-мынаны жазып кетіп қаламыз деп ойлап жүргенмін ғой. Мен бұл жерде мен көп нәрсені алып жатырмын сіздерден. Қарагөз апайдың бізге беріп жатқан методикасы күшті болып жатыр да. Мен білмейтін дүниелер бар екен, акасы. Мен өзімді бір керемет санаймын кей кезде. Бәрін бір көріп тастаған, бір зерттеп тастаған, бір 80-90 ұрып тастаған сияқты жүремін да. Қарагөз апай, сіздің анау алдында бізге берген әдістеріңіз, мен мысалға білемін, бірақ практика жүзінде жасап көрмеген менілер да өте бір ерекше әсер берді. Енді болашақта біз жақсы пайдаланамыз деп ойлаймын. Енді осы жерде отырған барлықтарыңыз айтайын, мен негізі жығылақ адаммын жалпы. Қоштығынан сондай болған ғой. Егер артық кетіп ренжітіп алсам, айып етпеңіздер, сразу айтып қояйын. Өзі бір сондай адам болады жалпы. Керісінше болғаныңыз жақсы. Позитив өзім білмей солай көрінеді өзімде. Ең бастысы аман болыңыздар. Басында денсаулық, одан кейін білім де басқасы да болады. Алла қаласа осылай курстардан тағы бір 2 жылдан кейін шақырыңыз. Үш жылдан кейін міндетті түрде Қарагөз апай берсін деп жазамын. Рахмет. Екінші баян өсемін деп береді. Міне көрдіңдер айырмашылығын деп. Бұл жаңағы аранжировка өңдеу деп түсіндіремін. Одан кейін үшіншіде мен сендерге енді эстрада жанрымен ойнап беремін. Эстрада жанрында сендерге әртүрлі стильде ойнайын деп. Бірінші ең жеңілісін таңдайын да содан барып күрделетіп стильдерін. Сосын балалар қайта осы стиль ұнайды екен бізге балалар өздері жүгіреді. Сонда бір әнін балалар өзі алып кетеді. Қызықтырсаң бала бәрін алып кетеді. Сіздің балаңыз тыңдайсың ба, бәрі. Сол музыка келгенде, дәптер жоқ болса да біреуінен бірге сұрап жазып сразу әнді қозғалбай мен әдейі тез істеймін деп отайын. Одан баяу істеймін ойнайды. Қанат қызықтырып тұру үшін әртүрлі істеймін. Соны бала қызға келіп көріп қандай істейді деп жаңа басын алып істеймін ба, өздерін аламын ба, сұрайын. Мына кісіге қандай ән ұнайды? Басы ұнай ма, бас көп болған, жоқ ремикс көп ұнай ма деп әкей жанды қойып қоямын да, мына ұнайды деп сол кезде басын алып тастап, өздерін қосып, или анау ремикске жіберіп, сосын барып ойнайды. Сол кезде бала өз ән не алған, осындай әндер ұнайды екен деп біліп оларды қабылдай бастайды. Сол баланың өзіне солай тартып болады. Замечательно, поразительно, гениально.
Идет. Biz